ұстап алу керек, ол әкесінен басталады. Әкесіні ол кеше келген клиенттің әкесі 9 жасында қайтыс болып кеткен, жастайынан кішкентайынан жетім алған. Жетім алғанда әкесі қалған ғой. Сондықтан ол кісіде мысалы әкесіне деген өкпереніші бар, неге мені ерте тастап кетті деген сияқты. Әкесіне деген сағынышы бар, сосын күйеуіне деген өкпереніші бар, ажырасып кеткеннен кейін. Солардың барлығын өңдедік, кешірім техникасын жасадық, проработка жасадық. Сөйтіп не істеді, клиент іште 1,5 сағат бойы жылап, ішіндегісін бәрін өкперенішін шығарып, обидаларын босатып, және не істеді, сұрағына жауап алды. Қаржы не үшін аз тауып жатыр, және қаржы табу үшін, көбірек ризық табу үшін не істеу керек, соның барлығына жауап алып кетті 1,5 сағаттың ішінде. Сөйтіп клиентте риза, мен де риза, жақсы отзыв жазып берді. Бұны мен сіздерге не үшін айтып жатырмын? Сіздерге сабақ болсын, инсайт алсын деп айтып отырмын. Мысалы, барлықтарыңыз қазір көбісі қарыз кредитте жүр, көбісі қарыз кредиттен қиналып жүр. Сөйтеді жаңаны көп ақша тапқым келеді деп айтады. Бірақ ақша тауып қалса, мысалы, Алла тағала ризық беруші ғой, ойламаған жерден сол қалаған ақшасын беріп қалса, ол қайта минусқа кіріп кетеді. Не істерін білмейді, ол ақша қалай жарататын білмейді, өйткені финансовый грамотность деген болады, қаржылай сауаттылық білмейді. Келген ақшаны қалай бар, солай шашып тастайды да, сосын қайтадан келесі айда банкрот болып, ақша жоқ деп отырады. Сол үшін сіздерге көп ойламаған жерден Алла ақша беріп қалса, сізде кәдімгідей четкий план болу керек, жоспар болу керек. Сол 5 миллион, 10 миллионды сіз не істейсіз, до копейки сізде жоспар болу керек. Сізде нақты жоспар, мақсат болғанда, сізге не келеді? Ақша келеді.